يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ey пенделерім дейді, Алла тағала айтады, Рамазан айында емес, кез келген уақытта. Я ибади, яғни қараңыздар, Алла тағала, ей құлдарым дейді, пендем, яғни жұмсақтық танып тұр. Асрафу аля анфусихим, яғни күнә жасап қойған ғана емес, күнә жасауда шектен шыққан құлым дейді. Яғни бір күнәні әрдайым жасай беретін, күнә жасауда шектен шыққан құлым. Ла тақнату мин рахматилла, Алланың рақымынан, мейірімінен үмітіңді үзбе дейді. Инна Аллаха яғфиру зунуба жамиа, Алла тағала барлық күнәларды кешіреді дейді. Қараңыздар, Алла барлық күнәді кешіреді. Бұл жерде айтпаған. Ғалымдарға да бір қалдырып кетпеген, ана күнә, мына күнәні кешіре, жоқ, мына күнәні деп талас тартыса алмайды. Яғфиру зунуба демеген, зунуба жамиа, барлық күнә. Ал Рамазан айында білесіздер, ауалуху рахма, алғашқы 10 күніне Алланың рақымы, мейірімі жауатын күндер. Ортасы не? Мағфира, кешірім. Тіпті пайғамбарымыздың хадисі бар. Мен Рамадан иля Рамадан, мен жуматин иля жума. Ас-салават ал-хамса мукаффиратун лима бейнахун. Рамазаннан Рамазанға. Бір хадисте умрадан умраға деп те келеді. Жұмадан жұмаға. Салават ал-хамса, таң намазымен 5-ге дейін, 5-нен асырға дейін, асырдан ақшамға дейін, ақшамнан құптанға дейінгі біліп білмей істеген күнәларыңды Алла тағала кешіреді екен. Мукаффират, бұл амалдар әл-хасанат юзхибна сайyiat аят бар. Жақсы амал жамандықтарды жояды дейді. Демек Рамазан, алдыңғы Рамазаннан осы Рамазанға дейін жетудің өзі Алланың бізге берген үлкен мүмкіндігі болса, осы Рамазанда ізгі жақсы амалдарды жасап, біз біліп білмей істеген күнәларымыздан арыламыз. Бірақ естеріңізде болсын, жамағат, бұл хадистердегі үлкен күнәлар айтылмаған, бірақ үлкен күнәлар емес. Кабаир. Кабаир деген үлкен күнәлар бар белгілі. Ол күнәлар, енді оны қандай күнәлар, оны бөлек тақырып, оны өздеріңіз арнайы кітаптар бар, оқып аласыздар. Үлкен күнәларға тәубе ету қажет болады. Илля мен таба ва амана ва амила салихан. Яғни Құранда кімде-кім тәубе етсе, иман келтірген болса, және ізгі амал жасаса, Алла оның бұрынғы істеген күнәларын сауапқа айналдырады. Юбаддилуллаху хасанати сайyiатихим хасанат. Алланың рақымы, мейірімін қараңыздар. Сіздің істеген күнәңіздің өзін сауапқа айналдырады. Бұл хадисте келеді, сахих хадисте пайғамбарымызға бір кісі келеді, қарт кісі келеді. Алланың елшісі, арайта ражулан, бір кісіні көрсең дейді. Фа'аля зунуба жамиа, бүкіл күнәні істеген, жер бетінде қандай күнә барса соның барлығын істеген бір адам бар дейді. Халлаху мин тауба, ол тәубе етсе Алла қабыл ете ме дейді. Пайғамбар біліп қояды, хал асламта, сен иман келтіргенсің бе дейді. Яғни өзін айтып тұр екен да ол кісі. Істемеген күнәм жоқ деп тұр да, бірақ үшінші жақтан айтып тұр. Пайғамбар не деді? Иман келтіргенсің бе дейді. Сол кезде ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака расулуллах. Алладан басқа тәңір жоқ, сен Алланың елшісің деп иман келтіреді. Сол кезде пайғамбар айтады:
жамандықтарды таста, жақсы амалдарды орындасаң, сенің бұрынғы істеген күнәларыңның барлығы сауапқа айналады дейді. Ол басында айтады хадистің, жер бетінде оның істемеген күнәсі жоқ. Ләу қуссимат хафаяху, оның істеген күнәлары ли әхлил ард, жер бетіндегі барша адамға бөліп таратылатын болса, ләу бахаттум, яғни әхләхәткум, олар жоятындай күнә жасаған. Соның күнәларын Алла тағала сауапқа айналдырады. Бұл не деген сөз? Алланың ерекше мейірімі. Бұл әдетте солай болса, бұл айда, Рамазан айында одан бетер ерекше Алланың рақымы жауап бұл айда. Естеріңізде болсын.